Толық ішкі шағылу. Жартын сынуын еске түсірейік. Тығыздығы аз орта ол мысалы ауа болады, тығыздығы көп орта ол мысалы су немесе шыны болады. Енді сәуле тығыздық аз ортадан тығыздығы көп ортаға өткен кезде сынған сәуле нормальға жақындайды. Ал енді сәуле тығыздығы көп ортадан тығыздығы аз ортаға өткен кезде, мысалы судан ауаға немесе шыныдан ауаға өткен кезде керісінше сынған сәуле нормальдан қашықтайды. Енді осы ойды жалғастыра берсек, белгілі бір бұрышта сәуле сынып, екі ортаны қосатын жазықтық бойымен кетеді. Онда осы альфа 0 бұрышқа біз шекті бұрыш дейміз. Енді осыны формулаларға төгейік. Онда сәуле тығыз көп ортадан келген үшін n1 дейміз, абсолют сандық көрсеткіші. Екінші орта тығыздығы аз орта n2 болсын. Енді түскен бұрыш синусы бөлінген сынған бұрыштың синусы тең n2 бөлінген n1. N-наға назар аударыңыз. Сынған бұрыш бізде 90 градусқа. Синус 90 бізде 1-ге тең. Енді тығыздығы аз орта біз не дедік? Ауа дедік. n2 ауа болғандықтан абсолют сандық көрсеткіші 1-ге тең. Енді орнына қоятын болсақ, онда синус альфа тең болады 1 бөлінген n. Синус альфа деген мына жердегі шекті бұрыш. Онда шекті бұрыштың формасын анықтадық. Енді мысал келтіретін болсақ, су үшін шекті бұрыш 50,2 градус. Шыны үшін шекті бұрыш альфа 0 тең 42 градус. Енді осы шекті бұрыш бізге нен мағынаны береді? Бұл деген, егер шекті бұрышпен түсетін болсан, сынған сәуле жазықтық бойымен кетеді. Егер түскен бұрыш шекті бұрыштан аз болса, онда ол екінші ортаға өтіп кетеді. Ал енді қызығы, егер түскен сәулеміз, бұрышымыз шекті бұрыштан үлкен болса, ол кері қарай сол ортаға шағылады. То есть екінші ортаға өте алмай, кері қарай шағылады. Осы құбылысқа біз толық ішкі шағылу дейміз.